Сәлеметсің бе, балақай? Өзіңмен бірге Ләззат апайың. Міне, көктем де келді. Біз сенімен бүгін көктем келді деген тақырыпта сабағымызды өткелі отырмыз. Көктем жылдың ең бір жаңарып, барлық тіршілік атаулыға жан бітіп, ұйқыдан оянатын мезгіл екен, иә? Өзің байқағандай, көктемнің қандай белгілері бар екен? Кәне бірге айтып көрейікші. Көктемде күн жылынады, иә, мұздар ериді. Көктемнің алғашқы гүлі бәйшешек гүлдейді екен. Құстар жылы жақтан ұшып келеді. Біз оларға ұя жасаймыз. Алғашқы бәйшешектер гүлдейді. Қардың барлығы еріп, балалар қызықтап судың бетіне қайықтарын жасап ойнайды екен. Қыстық киімдерімізді, қалың киімдерімізді шешіп, жылы киімдерді киеді екенбіз. Міне, өзің суретте көріп отырғандай, шуақты көктем мезгілі де келіп жетті, балақай. Ал енді, балақай, тапсырмаларымызға көшейікші. Қазір сенімен көктемнің белгілері жайында айтып өтіп, дәптерімізге оны жазып қояйық. Кәне, көктемнің қандай белгілері бар екен? Күн жылынады екен, торғайлар ұшып келеді екен, иә? Жануарлар ұйқыдан оянады. Ағаш егеміз есігіміздің алдына. Өзендерде су ағады, иә? Адамдар жеңіл киімдерін киеді екен. Міне, балақай, осылардың барлығын дәптеріңе жазып қой. Және бұл суреттердің барлығы саған таныс деп ойлаймын. Ал балақай, екеуміз кішкене сергіп, өлең айтсақ қайтеді екен? Кәне, көңілді ән айтайық. Көктем келді шуақты, балаларды қуантты. Алақай-ау, алақай, құстар сайрап, бақтар жайнап, гүл атты. Дала гүлге толады, аққу көлге қонады. Алақай-ау, алақай, көктем қандай шуақты. Міне, балақай, екеуміз көктем туралы әдемі ән шырқадық. Сен де менімен бірге қайталап отыр. Балақай, сен өзің білетіндей, әр мезгілдің өзінің айлары бар, иә? Көктемнің де әр мезгілдікі сияқты 3 айы бар. Кәне айтып көрейікші оларды. Міне, өзің көріп отырғандай, наурыз бірінші ай, бәйшешектер жарып жатыр екен. Екінші ай сәуір, күн жылынып, қар ери бастады. Мамыр, құстар сайрап жатыр, иә? Міне, қараш, қандай әдемі көрініс көктемде, иә? Балақай, осындай біз жыл мезгілінің, көктем айының осындай 3 мезгілін міндетті түрде есімізге сақтап, жаттап қалуымыз керек. Ал енді, балақай, сен көктемнің айында мерекелердің көп екенін білесің бе? Сол мемлекеттік мерекелерге тоқталып өтейікші. Кәне, бірінші суретте көріп отырғандай, 8 наурыз халықаралық әйелдер күні бүкіл дүние жүзі бойынша тойланады екен. Ал 21, 22, 23 наурыз күндері біздің өзіміздің ұлттық наурыз мейрамымыз, жаңа жылымыз, иә, күн мен түннің теңелетін мезгілі келеді екен. Ал 1 мамыр Қазақстан халқы бірлігі күні мемлекеттік мерекесі екен, балақай. Иә, біз бұл мерекенде асыға күтеміз. Ал 7 мамыр отан қорғаушылар күні мемлекеттік мерекеміз екен.Ал 9 мамыр ше? Дұрыс айтасың, балақай. Бұл біздің аталарымыз, иә, 1941-1940
1945 жылы ұлы соғыс кезіндегі жеңіске жеткен ұлы мерекеміз екен. Міне осындай біздің көктем айында жақсы мерекелер бар екен. Біз олардың барлығын бүкіл халық болып атап өтеді екенбіз. Міне көктем мезгілі осындай өзінің бір ғажайыптарына, мерекелеріне толы, шуақты күндеріне толы жақсы мезгіл екен, иә? Ал енді балақай, саған тапсырма. Міне қарашы, мынау оң жақ бұрышта сурет салынған, иә? Сол суретке қарай отырып, нұсқаға қарай отырып, суретті өзің бояп ал. Содан кейін маған суретке түсіріп салып жіберді ұмытпа. Міне балақай, біз сенімен көктем мезгілімен таныстық. Бұл сабағымыз әрі де жалғасын табады. Сау бол балақай, келесі сабақта жолыққанша.